Кеше ғана бұл сұлулар өз қалаларында бақтын іздеп жүрген еді. Ал бүгінде олар қалыңдық атануда. Олар төртеу және біздің жобада өзара бақ сынаспақ. Барлығы бүйтіп түрлі қарайды, бәсекелес ретінде қарады қайта-қайта. Еліміздегі қайталанбас, әрі тосын сыйға толы шынайы шоу келіндер бәйгесі. Короче, былай отырам. Рахатны. Ережелер қарапайым. Қыздар бір апта бойы бір-бірінің тойына барып, келесі көрсеткіштер бойынша баға береді. Қалыңдықтың бейнесі. Мейкапта вау дейтіндей емес. Мерекелік мәзірі. Котлеттің асты күйіп кеткен. Жейтін ештеңе болмады енді. Мейрамхананың безендірілуі. Тойхананың администраторы кіргізбейміз деп айтты. Ішіп тұра береміз бе? Және де ойын сауық бағдарламасы. Бізге қызықсыз болды, ұйқымыз келіп. Ешқандай қазлар алқасы жоқ. Қыздар өздері бір-біріне баға қояды. Олар әр номинацияға 0-ден 15-ке дейін ұпай қоялады. Еліміздегі ең әділетті және тойдың қызығы мен шыжығына толы келіндер бәйгесін отбасымен бірге көрейік. Бұл аптада бүкіл ел демін ішіне тартып, сарыағаштық келіндердің бәйгесін тамашалады. Алда ақтық сайыс, қуырдақтың көкесін түйе сойғанда көрерсің дегендей, нағыз қызық енді басталғалы тұр. Ал қыздар бүгін финал. Жалпы көңіл күйлерің қандай болып жатыр? Жақсы, күшті. Рахмет. Ендеше көңіл күйлеріңді бұзатын кез келді. 4 күнгі сайыста келіндердің іші толып ақ қалыпты. Неге ерте қайтып кеттіңдер? Мен мазам болмады. Жолдасым келіп қалды. Сонымен қайттым. Еткен себебіміз той сәл кеште басталды. Сол себептен енді барлығын көрдік. Ол жерде шоу программа болған жоқ, көп, яғни әнші, биші деген сияқты тек дос берумен болды ол жерде. Сол себептен уже қызықты ештеңке болмаған соң қайтып кеттік. Шулы болып тұрды, сал. Адамдар бір-бірімен сөйлесіп, жастар күлесіп отырды. Тамаданы тыңдаған жоқ. Нұрсұлудың бетіне шындықты жайып салуға бәсекелес бикештердің батылы жетпеді. Бірақ ол бүгін бәрін естиді және сол бүгінгі шоудың ең драмаға толы сәті болғалы тұр. Ал әзірше мән жайды талқылау жалғасып жатыр. Әйгерімнің тойында қыздарға сендерге ренжіп жаттым мен. Биге шығайық деген кезде. Неге менден билемейсіңдер деп. Өйткені мен тойымда сендердің билегендерін вообще көрген жоқпын да. Ой, біз билдік. Бәрінен биледік біз. Бұл кімнің Гүлданның тойында әпшесімен биледік, жолдасымен биледік, күйеуімен биледік, Алимен. Мен қарағанда ылғида отырдымдар көңілсіз болып. Әрине ренжілдім, өйткені қарасам билемей отырады, көңіл күйлері жоқ болып отырады. Менің тойым жақсы өткен сияқты болды. Қыздардың енді неден олай көңілдері түскенін білмеймін. Гүлдана бәсекелестерінің не үшін көңілсіз болғанын сәлден кейін естейді. Құтқару жилетін дайындай беріңдер. Көзінің жасы көл болғалы тұр. Шерлеріңді тарқатып болдыңдар ма? Арайлым, сен неге үндемей қалдың? Өзімнің Гүленкамда Гүлдананы да, Айгерімді де көрген жоқпын. Ренішім бар. Айгерімнен сұрадым, не үшін келмедің деген кезде ол айтты. Күйеуі айтқан Қанат. Сенің Гүленкаңда арай келмеген деп. Мен ол жерде мысалға себепсіз келген жоқпын. Ол жерде ол күні бізде құдалық болған. Ал Гүлданаға келетін болса, одан сұрадым, не үшін келмедің деп. Ол айтты, ауырып қалдым деді. Ол Айгерім күніне де келмеген екен дәл солай. Оған да ауырып қалдым деп айтқан.
Арайлым, бұл өкпеңді қыздардың бетіне неге айтпадың? Әлде бүгін тойдан алған жалпы әсерлеріңді бағалар кезде аз ұпай беріп, өш алайын деп отырсың ба? Арай жеңеді-ау деген болжам бар. Бәсекелестер мен точно мынау деп айта алмаймын, өйткені бәсекелесім жоқ сияқты. Арайлым, өз-өзіңе тым сенімді екенсің. Бүгін бәсекелестерінің бәріне шаң қаптырып, бас жүлдені кімнің иеленіп кететінін көргенде таң қаласыздар. Ал әзірше осы аптада өткен тойлардың ең шулы сәттерін еске түсіріп өтейік. Ең алдымен Гүлдана құтты орнына қонды. Салтанатты кешке 400 адам жиналды. Тойдың бюджеті 3,5 миллион теңге. Әттең, бұл күні қалыңдықтың атына бір ауыз қошемет айтылмады. Вообще макияж ұнаған жоқ маған. Хайлайтердің түсі, и ол макияж оны үлкен қыз жүрген возрастын қатты бояп жүргенді макияжда. Мынандай қатты шығып кеткен бет пішіні өзгеріп қалған сияқты болды. Макияж енді қатты бояп жіберді, оны өзімде байқадым. Демек, өз ағаттығыңды мойындайсың ғой. Айтқандай, көйлегіңде мақтала қоймады. Еще жүргенде көйлегі өзіне келте сияқты. Көйлегі өзіне келте оқығаны жарасқан жоқ. Келіншектің көйлегі ұзын болып, аяқтарын жауып тұрса, әдемі болатын еді. Қазіргі кезде шлейфті бар көйлектер модада сияқты. Оныкі как просто прямой кеткен. Өзіме удобнысын таңдадым. Сосын жаңа шлейфпен сүретіліп, нетіп жүргендер ұнамайды. Ал безендіруді қандай принциппен таңдап едің? Қыздардың сол туралы айтар көп болды. Салфетка мен ненің түстері әртүрлі қойылған, сәйкес емес сияқты. Үстелдің үстіндегі салфеткалар 3 түрлі түс болды. Ол жерде жасыл, сары, персиковый дейма. Бірақ жасыл түс білмеймін неге екенін сәйкес келген жоқ ешқайсысына. Келіншек пен күйеу жолдас отыратын жер ғана сирена цветпен істелінген, ақ гүлдермен араласқан. Қалған жерлерде мысалы отыратын орындықтар қызыл цвет болды, салфеткалар әртүрлі цвет болды. Үйлесім жоқ ол жерде. Ол ұйымдастырумен мен айналысып жатқан жоқ едім, атамыз айналысқан. Полный сирен болады дегенбіз. Неліктен салфетка әртүрлі, сол қызыл екенін хабарым жоқ. Бәсекелестеріңді қандай түлен түрткенін кім білсін, әйтеуір оларға бәрі күдікті болып көрінді. Әуелі салаттан басталды. Мына нелерден аппетитімді қашты. Ештеңе жамы. Тоғал тұста көреген артық заттар қосылған, күнжіт, тағы бір дәндер қосылған. Ол вообще дәмін көргіміз келген жоқ. Түрінің өзі бізге ұнаған жоқ. Тайский салатты былай көрдік, жеп көрген жоқпыз. Себебі огурцы свежиге ұқсаған жоқ. Ешқайсысын жеп көрмедім, шынымды айтсам. Қандай болғанын да былай көрген жоқпын, мән берген жоқпын столға. Еріккеніне ондай заттар қосып жатқан жоқ қой. Бірдеңе білгеннен кейін істеген шығарды. Жоба қатысушыларының ойынша қонақтарды өздерін бір түрлі ұстаған. Әйгерімнің жанында оң әйел ма қыз ба отырды. Сыртқа шықсақ сыртқа шығады, ішке кірсек ішке кіреді. Жанымыздан тұрмай отырып отыр. Барлығы бүйтіп бір түрлі қарайды. Бәсекелес ретінде қарады қайта-қайта. Қыздардың неліктен ол айтқанын білмеймін. Қыздардың енді бір сын таққысы келген ғой деймін. Иә, біздің келіндер осындай. Әншілерге келетін болсақ, көп ұнаған жоқ. Себебі олардың да фонограммамен айтылып жатқандары байқалып қалды. Қазір барлығы фонограмма ғой. Ешкім жанды дауыста айтып жатқан жоқ. Болғанда айтатын ем жанды дауыспен айтыңдар деп.
Сыншылардың көңілін махаббат вальсі де жібіт алмады. Вальсі басқа тойлармен бірдей болған, көзерге және де қарды шашқан. Вальсі қарапайым болды десем де болады. Али мен Гүлдана екеуі билеп жатты. Жан жағында бір 7-8 ба бишілер. Олар да сөзіне көйлекте. Басқаша көйлек кию керек пе дейді олар. Қалыңдыққа ұқсамай. Қалыңдыққа ұқсап кетті дегенін білмеймін, өзіме ұнады. Ең қатал төреш Арайлым болып шықты. Жақсы баға қоюға келгенде тарлық жасады. Келіншектің образына қоятын бағым 6 деген бал. Шоу программаға қоятын бағам. Оформленияға қоятын бағам да 6. Гүлдана не болғанын түсінбей қалған сияқты. Мұндай пікірлер естейін деп күтпеген анық. Барлығы менде жақсы араласып кететін шығармын деп былай ниеттім. Сөйтсем ойымдағыдай болмай шықты. Түсірмеңізші. Гүлдана, көз жасыңды тый, өзіңе кел. Алды әлі тойдан алған жалпы әсермен үздік қалыңдыққа қойылатын баға бар. Сен әлі бәрінің қалай күрт өзгеруі мүмкін екенін білмей тұрсың. Гүлданаға 24 бал бердім, өйткені оның тойы маған ұнады. Мен Гүлданаға 13 бал бердім. Себебі ол мен гулянкамда болған жоқ. Оның үстіне ол мен тойымда мысалға биледіңдер, билемедіңдер деген сияқты сөздер де айтады. Гүлданаға 15 бал. Осы пайлар Гүлдананың балайын шетелде өткізіп, құрбыларын қызықтыруына жетер мекен? Міндетті түрде көріңіз. Ерекше болғанда не күтіпті ерекше ол жерде? Тордың өзін кеп келе саған болады онда болса? Негізі адам тілі бар ой айта алады. Егер өздері жақсы істейтін болса, өздері үйлерінде істеп жіберсін дәл солай. Бәрін төмендетіп өзім шетелге барып қайтайын деген шығарды. Не деп айтсам болады? Енді ренжіген шығар. Қыздарға барынша ренжімесін деп айтамын. Өзі ренжіп қойған позна негізі. Іле-шала Әйгерімнің той өтті. Жобаға түсушісі 250 адамды қонаққа шақырып, 3 миллион теңге жұмсады. Бірақ тойдың шырқы басталмай жатып бұзылды. Бәсекелестерін мейрамханаға кіргізбей, табалдырықтың алдында қаңтарып қойды. Біздің бағдарламамызда бұрын соңды мұндай жағдай болған емес. Ешіп тұра береміз бе? Тойхананың администраторы, яғни түсірін тобын кіргізбейміз деп айтты. Тойханаға кіргізбеу жайында ескерту керек еді алдын ала. Өйткені ыңғайсыз жағдайға түсіп қалдық. Не деп айтсам болады? Енді ренжіген шығар. Ренжулі ғой, оған ренжеді ғой кез келген адам. Бірақ біздің қателігіміз емес қой, администратордың қателігі. Келіндерге кім жазықты болса да бәрібір көңіл күйлері мүлдем түсіп кетті. Ол аздай қонақтарың жүкті келіншектерге ішімдік ішкізбекші болды. Не үшін қойватсың? Не үшін қойватсың? Қой десе қоя бересің бе? Сол жердегі официантқа, сол жерде отырған құрдастарыма, ағайыныма точно білмеймін. Бірақ барлығына стакан бер, арақтан құй, отвечаю, бәрі ішеді деп біз үшін де жауап беріп жатыр. Өзім жауап берем құй деп официантқа бұйрық бергені дұрыс емес деп ойлаймын. Сок ішкісі келсе, негізі адам тілі бар ғой айта алады, сок ішкім келіп жатыр деп. Если біз сок ішкісі келсе, сол жерде адамдар тұр ғой, айтуға болады, сок ішкім келіп жатыр, құйып беріңіз деп. Әйгерім, қандай аңқау едің? Бәсекелесіңнің сүрінгенін көрсең, одан әрі жұдырықтап құлату керек. Ас мәзіріне қоятын бағам 6, образға қоятын бағам 4, оформленияға қоятын бағам 3.
Я сенің тойыңда сыншымыз күшіне мініпті. Бәлкім бұл сенен өз салонына барып қойғаның үшін кек алған түрі шығар. Мен барған, мен әдемі салонға барыпты ғой. Мен азында сояқта отсам көрдім да соны. Түсінбей қалдым да өйтіп мен бұл жерге барам деп айтқан Көйлек таңдап жатқан кезде сол салонды маған көбірек ұсынды. Сарыағаш үлкен емес қой, кішкентай қала. Ол жерде де мастерлар аз, бір-бірін таниды. Қалай болғанда да шеберді дұрыс таңдапсың. Сәнді бейнен қыздардың көңілінен шықты. Тек олардың ойынша желек онша болмай қалыпты. Былай қарасам, ауыр сияқты көрінді маған оның фотосы. Прическам барынша басып тастаған. Фотосы өте ауыр. Мына жерлерінде диадемалары жаңағыда фотоға қосылып тігілген жемчуглары. Ол басында ауыр болып тұрған секілді мен үшін. Шыны керек фото ауыр болған жоқ. Ол солай көрінген шығар. Әйгерім, біздің келіндер бәрінен жақсы біледі. Мүмкін мейрамхана әкімгерінің оларды ішке кіргізуден қорыққаны да солдан шығар. Себебі олар нағыз ревизордан кем емес. Официанттардың қызмет көрсетуі, бұлай қарап тұрсам, тек қана суды құйып беріп, босаған ыдыстарды алып кетіп жүрді. Жақсы тойханалардың официанттары тамақтарын бәрі өзі салып беріп жүреді. Енді саған үйренген екен бұда. Үйрене алмадым. Гүлдананың тойына барғанда салаттардың барлығын өздері сап беріп жүрген. Бұда өзіміз салдық. Онысын мен білмеймін, бірақ ол жерде официанттар жақсы обслуживать ететін еді. Жұбайлар вальсы екінші күн қатарынан жоба қатысушыларын селт еткізе қоймады. Гүлдананың той сияқты бұл да түтін болды, қар болды, қыздар береді дегендей. Маған ешқандай әсер алған жоқ мұның билерінен. Бір басқаша болып, түтін жібермей. Енді басқаша шығарғанда таңғалатын, мүмкін төбеге гүл лақтырып деген сияқты роза гүлді. Сол болғанда таңғалатын. Вальс ешкімде ерекше болды деп ойлаймын. Бәрімізде бір сондай түтін, қар, сондай нәрселер болды ғой. Торт қана бәсекелестердің таңдайын ататып, тілдерін жұмсартты. Бақытты, мәнді, сәнді болсын деген ойменен қос ғашықты ортаға шақырып, өз қолдарымен кесілейді. Кесіңіздер. Біргелікті кесейік қана. Оның поставкасы ұнады, торттары да әдемі екен, дәмді шыққан, жұмсақ, кремі тым көп емес. Жастардың торты дәмі өседік, дәмі ұнады. Алайда Тоқпасардың дәмі жоба қатысушыларының үкімін тәтті қыла алмады. Бүгінгі той мен тойма бәсекелес болмайды ойлаймын, оның себебі тойханаға кіргізбей қойды. О жағы тойның төмендеп жүрген сияқты. Менің тойма, Әйгерімнің тойы бәсекелес болмайды деп ойлаймын деп. Бұл той мен тойыма бәсекелес болмайды. Барлық адам бірде ұнай алмайсың ғой. Бірақ қолдан келгенше тырыстық. Бәрін қосқанда Әйгерімнің тойы 97% жинады. Енді бұл келін жеңістен күдер үзуі керек деп ойлайтын шығарсыз. Онда қателестіңіз. Біздің шоудың қалай аяқталарын ешкім ешқашан дөп басып айта алмайды. Ал қазір көрейік, қыздар өзінің 50% қалай бөлер екен. Әйгерімге 15 балл беремін. Әйгерімге де 13 балл беремін. 17 деген балл беремін. Бұл аптаның бас сыншысы Арайлымның тойы несімен есте қалды. Салтанатты жиынның бюджеті 2.700.000 теңге. Қонақтардың саны 300 адам. Бұл кештің басты интригасы қалыңдықтың Өзбекстаннан әкелген көйлек еді. Алайда жоба қатысушылар ондай көйлек Сарыағашта да толып тұр дейді. Мен ойлағам, ерекше бір көйлек болатын шығар деп. Енді ерекшелік байқаған жоқпын, вау деп айтатында. Мен ойлаймын, бұл көйлекті осы Сарыағаш
қаласынан да алуға болады деп. Сарыағаштың қай жерінен көріпті ол көйлекті? Дәл ондай көйлек именно Сарыағашта жоқ. Осы жақтан да табатын еді ол көйлекті. Көрші елге бармай-ақ қатты таң қалған жоқпын көйлегіне. Ерекше болғанда не күтіпті ерекше ол жерден? Бәр көйлектер бәрінде узор болады, бәрінде де тас болады. Енді тассыз, узорсыз болады. Мысалы, құрып тордың өзін киіп келе салған болады, ондай болса. Шашыңның сәнін де іске алғысыз қылып тастады, және өз бейнесін дәл сол салонда жасатқан Әйгерімнен ондай сөзді кім күткен? Фотоға қатты үйлесіп тұрған жоқ ол шаш үлгі. Дұрыс тұрған жоқ. Себебі шаш үлгісі қатты көтер жерген ба, нәзік істелінбеген. Иә, көтерді, себебі кешке дейін ұстасын деп. Егер нәзік болғанда, егер бос қып істейтін болса, ол түсіп кететін еді. Ол түсіп кеткен кезде де қайттан сын айтатын еді сосын. Яғни шашы түсіп кетті деген сияқты. Иә, Арайлым, соны айтсайш. Менің шашымды анықтап, ешқайсы келіп көрген жоқ, тек қана Нұрсұлудан басқа. Қалғандар даже Әйгеріммен тойда да даже алдыма келген де жоқ. Алыстан ештеңе байқалмайды шашы қандай екені даже. Пәлі, біздің төрешілердің сырын білмейді екенсің, олардың көз өткір. Бейшілердің дейіші жаман баяу ғой. Үш бейі де баяу болып тұр да, арасында бір шоқ бейді қосқанда көріп кетеді. Көрдің бе, хореографиялық қойылымнан да хабарлар бар. Олар тек баяу билерді ғана билеп жатты. Ол ұнаған жоқ. Шамалы шоқ-шоғынан қойса болады. Билесе болады ғой. Тез-тез билейтін бейді қосатын шығар деп ойлағам. Ондай қосқан жоқ, бейшілер ұнаған жоқ маған ол жағы. Шоу программаға қоятын жалпы бағам 7 деген балл қоям. Жалпы жақсы ұнады маған. Тамаданы, бейшілері, әншілері ұнады. Енді ол мен жақсы болып дегенде бір прям вау, күшті екен деп айтатындай емес қой. Мен ол жерде айтқан жоқпын, вау дейтінде шоу болады деп. Барлығында дәл сондай шоу болды. Ал аспазың жоба қатысушыларының сөзінен кейін көпке дейін ұялып жүретін болды. Менюда шекілік көп болып жатты. Котлеттің асты күйіп кеткен, қатты болды. Қатты болғаннан кейін жей алмадық та оны. Күйегін атысқан депсіз. Асқазанға кетті күйегі. Не де болса сайға барсын дедік. Котлеттің асты күйіп кеткен дей ма? Именно күйіп қалған түскен жар соған. Ол жағын білмедім енді, жеп көрмедім. Тіпті қазақ дастарханының бас тағамы да қыздардың тамағынан өтпеді. Короче, тамақ жемеймшін. Неге? Еті қатты көп. Өліп берсе болады, шақпен. Қамырдың тұзы кем сияқты болды маған, және де еті қаттылау болып қалған. Ештеңе жеген жоқпын деген. Фрукти жеп отырмын. Қамырынан бір басқаша дәм шықты. Жей алмай қалдыға еті қатты болыпты сосын. Қамырдың дәмі басқаша деген. Қандай дәм шығыпты ол жерден? Ашып кеткен дәм шығыпты ма? Білмеймін. Етті барлығында мысалы бірге пісірілген. Бәрі өз рецепт бойынша поварлар істеген сол жердегі. Қыздар бұл тойда ең төменгі бағаны дастархан мәзіріне қойды, ал өздері аш қайтты десе де болады. Менюға 6 қоям. Бас мәзіріне қоятын бағам 5 қоям. Тамаққа енді сын таққаны ешкім болып кетті енді. Астан үлкен емес қой ешқайсысы. Егер өздері жақсы істейтін болса, өздері үйлерінде істеп жей берсін дәл солай. Жарайды Арайлым, ашуыңды бас, ол кеште мақтау сөздер де айтылды. Мысалы, асабаң өз міндетін мінсіз атқарды. Сол программада Тамада қызықтырып жатыр. Тамада жақсы, жақсы жүргізіп жатыр. Қармақшы квен командасынан келген. Тамада сол ғана ұнады маған шоу программадан. Тамаданың ойнатқан ойындардың барлығы ұнады. Зал жамырады. Өйткені өзде поддержка сұрап, шулатып тұрды ғой қайта-қайтып адамдарды. Солысымен қызықты болды деп ойлаймын.
Ал тортты әкелген кезде түсініксіз жағдай орын алды. Бірінші тортты әкеп астын қалдырып кеткен. Содан астына барып оны алып келді, сөйтіп арасы үзіліп, сәл күтіңкіреп қалды барлығы. Сол жері шамалы дұрыс болмай қалды. Маған торттың шығарылуы ұнаған жоқ. Торттың шығарылуы асханадан арнайы поставкамен, ерекше поставкамен әкесі басқашалау болатын еді. Қыздармен келіспеймін, күтіп қалдық дейтіндей, ол жерді сағаттап күтіп қойған жоқ қой. Жоба жеңімпазын жариялайтын сәтте көп күттірмейді. Кімнің бағы жанғанын білуге сәл-ақ уақыт қалды. Әзірге тойдан алған жалпы әсердің бағасымен танысайық. Арайдың тойына 11 балл қойдым, себебі шоу программасында әншінің қандай тоқ шығатқан және де қай әнші айтатынын ешқандай байқаған жоқпын. Ал бишілер өте баяу биледі, ол жағы маған ұнаған жоқ. Арайлымға 17 деген балл берем. Себебі өзімнен жақсы құрбы ретінде. Арайлыма 15 балл берем. Шешуші сәт жақын. Шығыс күнде де көргем, бұлай байқағам. 0 деген бағанды қойға болатын еді. Бұндай балдарды өмірімде көрмегенмін. Қыздардан оны күткен жоқпын. Адамның көні адаммен дейді. Адамгершілік болып, соны қайтарса екен дегенім. Бұл жарыс аптасының соңғы жүгін сыпайы мінезден Нұрсұлу көтерді. Тойдың бюджеті 1 миллион 200 мың теңге. Мейрамханаға 300 адам жиналды. Оның үшеуі әдеттегідей кеш бойы күңкілдеумен болды. Ресторанға кірдік, онда арка тұр, кіргеннен арка шыны керек маған ұнаған жоқ. Себебі ақ түсі кір сияқты көрініп тұр. Бантиктерді шыны керек қатты ұнаған жоқ. Ол да қалай айтсам, сәл кірлеу көріне ма сынды. Көп тойханаларда бантикті бір той өткеннен кейін жоо бермейді деп ойлаймын. Өйткені көп тойханаларда көрсем, бантик кір болып тұрады. Өзім басқа қыздардың тойында да барған кезде, нақтырақ дегенде үш қыз күнде де көргем. Ол туралы айтқан жоқпын. Оның бекер болған, бәсекелестерің сөзден аянып қалмады. Әр түрлі қойған ба күлдерді? Бұлай қардың фиолетовый күттілер. Айтқандай, сенің тойыңның қандай түспен безендірілгенін жоба қатысушылары ақыры анықтай алмады. Оформлениеге ешқандай түс үйлесіп тұрған жоқ. Өте көп түстер қойған. Маған ұнамады, шындыққа келгенде ешқандай несімен жерде оформление. Әрбір көттіді, ана жағында уже сиреновый, мынау, арт жағында көкпеңбек, ана мысалға баннердің артындағылар. Мен өзім оформлениенің түсі қандай болатын мүлдем алдын ала білген жоқпын. Оларды үйдегілер өздерінің қалауы бойынша айтты, істетті. Енді өздерін талған басқа шашар, біздің талған басқа, талғанның талашық. Нұрсұлу көйлегің де біраз сөзге қалды. Көйлек әдемі, қолы ыңғайсыз. Көйлегінің жеңі ұзындау, бірақ бұлай түсіп тұрады екен қанат сияқты. Оның несі ұнаған жоқ маған. Көйлекке сәйкес емес сияқты ондай нәрсе. Образға мен 4 деген баға қоям. Жеңі ұзын, көйлекке сәйкес емес деген екен. Өздері қандай баға берсе, солай қала берсін. Өзім олай ойлаймын. Көйлегі жоғарғы жағы айвори цвет, төменгі нелері ақ цвет, фатасы ақ цвет, екі түрлі түстер араласқан. Гүлдері көп түсіп кеткен, маған шыны керек ұнамады. Негізі мен көйлектің жоғары жағы молочный екенін бүйтіп байқаған жоқпын. Мен негізі бұлай мәдеушеде нәрсеге мән бермеймін. Ал бәсекелестерің тырнағасынан кіріздейді. Дайындала бер, дәл қазір тағы да сынның астында қаласың. Макияжда қатты ұнаған жоқ, себебі беті мен денесінің цветі сәл разница болды. Мойны мен бетімді бояған, мойнымда да бояңыз деген мен бесіне шығып кеткен шығар. Ертарақ бол деген екен, миымда сол қап кеткен ғой менің. Асығып кейін шығып кете сағам. Прическасы сәл түсіп кеткен арт жағы. Мен шашым
былай прическа ұстай бермейді. Енді үстіне фата қойған екен, тем более мен шашым оны мүлдем ұстамайды, тез түсіп кетеді. Қасы да қап-қара болып кеткен. Қасы қап-қара болған. Маған жараспай ма деп сұрағанмын. Қыздарға қап-қара болған шығар. Енді қасым болғаны өзіме ұнады. Өзімнің стилім өзіме ұнаса болды, басқаға ұнау шарт емес. Нұрсұлу, енді деміңді басуыңа болады. Бейнеңе қатысты айтылған сынның бар осы. Ал тойдың ұйымдастырылуына келсек, бұл тек басы. Бәсекелестерің отыратын орын таппаған кезде қатты ашуланды. Қыздарға барынша ренжімесін деп айтам. Ренжіп қойған позна негізі. Сонда да телевидениедан кейін көреді ғой. Сол кезде көрген кезде менің кешірімді қабыл алса екен деймін. Қызық, ал Әйгерім өзінің қолданған стратегиясы туралы бәсекелестері естіген кезде олардан кешірім сұрар ма екен? Қандай амал қолданатынын Нұрсұлудың тойында өзі айтып қойған. Асым әзіріне қоятын бағам төрт. Себебі сол, бірінші тамақ ұнаған жоқ. Менің шекті бағам солды. Менің шекті бағам 7 болды. Ал Арайлым бұл тойда кілт өзгерді. Кеш бойы дастарханды мақтаумен болды. Ол жерде тайский салат жедім, дәмі маған ұнады, ащы болған, бірақ аппетитный. Манты алып келді бізге, мантының қамыры жұмсақ, еті де жұмсақ, дәмі де тәтті. Одан кейін жоралғы рәсімдерді де көкке көтеріп тастады. Нәзік тұлға, жайсаң мінез қылықты. Сен ойлаумен қанша уақыт сырықты. Махаббаттың нанбау жетім барынан. Енді жағым. Киізі, бесік берді сол жерде. Енді әдем болды сценарий бойынша. Претензия жоқ ол жерге. Алайда бұл идиллия ұзаққа бармады. Той көңілсіз өтті деп төрешілер қатал үкім шығарды. Қалай отыр енді сонда той? Той ма? Шоу программа жоқ сияқты? Мен де байқаған жоқ. Ұйқым кетті мен. Бишілер, әншілер деген жоқ сияқты, тек қана сөз сөйлеп билеп отыр ғой. Онда айтарлықтай мен ештеңе көрген жоқпын. Бишіні көрген жоқпын. Әнші болды, бір-екі ғана айтты. Оның өзі фонограмма болды. Ойындар да болған жоқ, қызықты болған жоқ. Шоу программаға қоятын бағам 5, себебі ол жерде тек қана есте қаларлықтай жаңа әнші бишілер болған жоқ ешқандай. Өте қарапайым өтті біздің той. Біз тамаданы ғана шақырдық. Кейбіреулерге қызық емес. Ол өзі адамның өзінің қабылдауына байланысты. Қызық болдырғысы келсе, өзі қызық ретінде қабылдаса, қызық болады әрине. Бұлай өзім ойлап жүрген тұғым. Қыздарға той қызықсыз болатын шығар деп. Ал керек болса, өкінішке қарай осы ойың дұрыс болып шықты. Тойға көңілдері толмаған жоба қатысушылары үйлеріне ерте қайтып кетті. Барлық тойларда ең соңында қайтады тұғымын. Бірінші енді екі тойда да өзім болдым. Білмеймін енді ол жағынан реніш бар десем болады. Нұрсұлу, бұл ойын. Романтикалық саяхат жолындағы бәйгеде құрбы таба алмайсың. Қыздардан оны күткен жоқпын. Себебі мен барына қатысып соған айдын жүрдім. Адамның көңілі адаммен дейді. Адамгершілік болып, соны қайтарса екен дегенім. Бәлкім бүгін әлі қуаныштан жылайтын шығарсың, кім біледі. Дәл қазір қыздар бәрін түзеуі мүмкін. Мен Нұрсұлуға 24 балл бердім. Себебі ол барлық тойда активный қатысып жүрді, басынан бастап соңына дейін. Нұрсұлуға 16 деген балл беремін.
20 балды Нұрсұлуға берем. Себебі не кеше оған білмеймін төмен бал беріп қойған сияқтымын. Мәс саған жобаға қатысушысы өкініп тұрма. Бұл біздің бағдарламамызда сирек кездесетін жағдай. Сонымен көкейді тескен жолдама кімге бұйырады? Қапы қалмаңыз, көріңіз. Нәзік жанды Нұрсұлу. Адамгершілік болып, соны қайтарса екен дегенмін. Стратег Әйгерім. Менің шекті бағам 7 болды. Менің шекті бағам солды. Сыншы Арайлым. Маған ұнамады, шындыққа келгенде ешқандай емес. Момын мінезді Гүлдана. Осылардың қайсысы сәлден кейін жеңіске жетіп шаттанып, қайсысы өкініштен бармағын шайнар екен. Бұл ақтық сайыс, жауабын білетін кез жағын. Ал әзірше сарағаштың үздік қалыңдығы атанып, қосымша 10 ұпайды кім енетінін анықтайық. Тіпті осы аптадағы бәйгенің тағдырын да сол 10 ұпай шешуі мүмкін. Мен өз даусымды осы қызға беремін. Өйткені маған мінезі ұнады, өте жақсы қыз. Біз екеуміз өте жақсы араластық. Соның есімі Әйгерім. Мен даусымды осы қалыңдыққа берем. Мен негізі барлық қалыңдыққа бергім келген даусымды осы жобада. Бірақ бір дауыс бере алғандықтан тек осы қалыңдыққа беріп жатырмын. Ол арамыздағы ең кішкентай қалыңдығымыз Нұрсұлуға беремін даусымды. Бұл аптаның ең үздік қалыңдығы Нұрсұлу. 10 ұпай соның қоржынына түсті. Бұл жағдай оны жолдаманың ауылына қарай жақындаталар ма екен? Төмен бал болған екен, 10 бал ойнамай қалады. Жоба қатысушыларының сыңарлары жолда келе жатыр. Бірақ мына көліктен біреу ғана түсіп, көкейтесті жүлдені өз сүйгеніне табыс етеді. Кімнің бағы жанып тұр? Армандаған еліне баратын билет күнертең кімнің атына толтырылады?
Зеңгір жағалауда суретке түсіп мәз болатын кім? Сәл ғана қалды. Қазір қатысушыларымыздың саны 8-ге жетеді. Олар кадрда босанып қалар ма екен? Апта бойы күткен жауабыңыз дәл қазір белгілі болады. Мен жеңдім, қуаныштымын. Құтты болсын жеңістерің. Жақсы барып аман-есен келіңдер. Құттықтаймын. Әрдайым осылай жеңіске жете беріңдер. Мен жеңетінін күткен жоқпын. Өйткені мен тойым өте қарапайым өтті. Қызғанышта емес, мен ырза болып тұрмын. Мысалға Нұрсұлудың ұтқанына, мысалға өзімде үйден келіп жатқанда ойланып келгем, Нұрсұлу жеңсе болар еді, егер мен жеңбеген жағдайда деп. Арайлым, олай болса, неліктен жеңістің өзіңе тиетініне сенімді болдың? Мүмкін оның жауабы баға қойылған альбомда жатқан шығар. Әйгерім 5 қойыпты. 5 өмір көрмеген балғын. Гүлдана, әлі бұдан да сорақсын көресің. 4 үнем аз қойыпсың арай. Ешқайсың тойы ұнамаған бәдім саған. Арайлымның неліктен төмен бал қойғанын білмедім. Бәрін төмендетіп өзім шетелге барып қайтайын деген шығарды. 3 қойғаныма. Өйткені ол жерде ұнамағандықтан сол бағаны қойдым. Кездесуде мен айтқанмын, орташа бал қоямын деп бәріне. Мен жоғары бал қоямын деген жоқпын. Әбден шатастырдың. Сонда сен бағаны тойдан алған әсерің бойынша қойдың ба, әлде қыздардың сенен жоғары пай ала алмайтынын кездесу кезінде-ақ шешіп қойып бедің? Егер менің жеңу деген мақсат болып, сондай тактика ұстансам, 0 деген бағанды қойға болатын еді. Мен ол жерде ұстанған жоқпын. Маған қалай ұнады, солай қойдым. Мына түріне қарағанда тойларға қатысқан сен емес сияқтысың. Бәлкім орныңа басқа біреу барған шығар. Ең төмен баға қойған кім екен? Бәріне емес, енді арасында бар енді. Таң қалдым. Бұндай балдарды өмірімде көрмегенмін. Мен де таң қалдым. Қаршы ұшты 2 қоймапты. Ең төмен бал 3. Арайлым мен Әйгерімге сәттілік тілеймін, басқа. Өмірде сүрінбесін. Қыздарға төмен қойғанына ешқандай ренішім жоқ. Жеңісті ойлағаннан кейін оның бәрін ұмытып кеттім. Қазір қуанып отырмын. Қуанбай қайтсын. Жүгір, шабаданыңды жина, ал біз жарыс кестесін бір шолып өтейік. 3-ші орында 141 ұпай жинаған Гүлдананың тойы. 2-ші орында 142 ұпайдан жинап, сыншы Арайлым мен Әйгерім бөлісіпті. Нұрсұлудың тойы 133 ұпай жинады. Бірақ қосымша 10 ұпайдың арқасында оның көрсеткіші 143-ке жетті. Мен ондай бір бал ойнап, от кеткенді ойлаған жоқпын. Күткен жоқпын. Қарсыластарыңның көңіліне медеу болсын деп, Аладдин мейрамханасы әр жұпқа романтикалық кешкі асқа жолдама ұсынып отыр. Ал Нұрсұлу Аладдиннің шамын оған дейін ысқылап үлгерген ау. Міне осыдан сәл бұрын ол өзін лузер санап көз жасын көл қылып еді. Енді міне шоуымыздың жеңімпазына айналды. Жақсылыққа сеніңіз, сонда ол міндетті түрде орындалады. Қыз болғасын кішкене жарасымсыз болды деп. Президиум пустой было видно каждый гвоздик. Көйлегі балшық болды айналғанша. Бәріміздің көзіміз мүмкін сода болған шығар. Тіл көз тиіп кетпесін.